Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен формасы ерекше көздің жауын алатын құрттар дайындайтын боламыз. Байқасаңыздар, менің құрттарымның формасы әрқайсынікі әрқалай. Кіші, үлкен деген сияқты кішкентайларды балаларға арнап, үлкендерге арнап жасаған болатынмын. Жасау жолы оңай, ал онда бастайық. Дайын осындай сүзбемізге тұз саламыз. Мен сүзбемнің суы шамалы қашыңқырау болып қалған. Бір-бірін онша ұстамай жатты. Сосын мен оған 2 қасық айран қосып жібердім. Егер сіздерде сүзбелеріңіз осындай болып тұрса, не істеріңіз білмей жатсаңыздар, оған осылай айран қосып жіберсеңіздер, әп-әдемі болып, бір-бірін жақсы ұстайды. Беті жылтырап, әдемі болып шығады. Ал көріп тұрғандарыңыздан кейін тұзын салып, бәрін салып, араластырып аламыз, әбден араластырамыз. Тұздар бірдей болу үшін. Ал мен басы думалақ қып жасаймын ба деп ойлағам. Ойымды өзгертіп, осылай жасап бастадым. Формасы байқасаңыздар, басқашалау. Ал құрттарымыз бастадық жасауды.